Дыбысты қалай естиміз? Дыбыс дегеніміз кеңістікте таралатын, көзге көрінбейтін серпімді толқындар. Дыбыс тербелетін, теңселетін, дірілдейтін физикалық денелерден шығады. Адам құлағы секундына 16 және одан көбірек тербелетін дыбыстардан бастап, секундына 20 000 тербеліс жасайтын дыбыстарға дейін естиді. Біздің құлағымыз қатты дыбысқа қарағанда баяу дыбыстарды жақсы қабылдайды. 30 децибел көлеміндегі шу қалыпты болып саналады. 80 децибелға дейінгі дыбыстар адамға зиян келтірмейді. Дыбыс 130 децибелден асса адам құлағы ауыра бастайды. Дыбыс толқындары тек ауамен емес, су және қатты денелер арқылы да тарала береді. Дыбыстың таралу жылдамдығы әр жерде әртүрлі болады. Мысалы, суда дыбыс ауаға қарағанда тезірек тарайды. Қатты заттарда дыбыс сұйық және газға қарағанда тезірек таралады. Ал ғарышта дыбыс мүлдем таралмайды, онда үнсіз тыныштық орнаған. Дыбыс ауада шамамен секундына 330 метр жоғары жылдамдықпен таралады. Найзағай шамамен 1 километр қашықтықта пайда болса, біз оның дауысын көргеннен 3 секундтан соң естиміз. Себебі дыбысқа 1 километр қашықтықта жүру үшін 3 секунд уақыт қажет. Ал найзағай дәл осы қашықтықты жүріп өту үшін секундтың 100 миллионнан 1 бөлігін қажет етеді. Жолаушылардың ұшақтарының көбісі ауадағы дыбыс жылдамдығынан сәл аз жылдамдықпен, ал әскери жойғыш ұшақтардың көпшілігі дыбыс жылдамдығынан жоғары жылдамдықпен ұшады. Акустикалық толқындардың судағы жылдамдығы ауадағымен салыстырғанда әлдеқайда жоғары, шамамен секундына 1,5 километрге дейін жетеді. Осылайша жарылыс дыбысы палубада орнатылған микрофонмен салыстырғанда кеменің су асты бөлігінде орнатылған микрофонмен тезірек тіркеледі. Қатты дене арқылы таралатын дыбыстың жылдамдығы одан да жоғары. Мысалы, металл темірде дыбыс 1 секундта шамамен 6 километр қашықтықта таралады. Құлағыңызды рельске жақындап тыңдасақ, жіберілген пойыздың дыбысын оның ауа арқылы таралған дыбысынан гөрі әлде қайда ертерек ести аламыз.